Сәлем балақай, каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабаққа дайынсың ба? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып 3 саны және цифры. 3 санының құрамы. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпа. Балақай, оқулықтағы мына бір суретке назар аударайық. Суретке қара, балалардың немен айналысып жатқанын айт. Әр топта неше баладан бар? Бұл жерде біздер доп ойнап жатырған қыз балалардың тобын және турникке тартылып жатырған ер балаларды және жүгіріп жүрген ер балаларды кездестіреміз. Әр топқа бөлінген балалардың саны 3-ден. Әр топта 3 баладан бар. Тақтада неше үшбұрыш бар? 2, дұрыс. 3 үшбұрыш болу үшін неше үшбұрыш сызу керек? 1, дұрыс. 2-ге 1-ді қосқанда 3 болады. Сандық сәуледе 3 санын белгілейміз. Тақтаға неше қызыл үшбұрыш салынған? 1. 3 үшбұрыш болу үшін тағы неше үшбұрыш қосу керек? 2. 1-ге 2-ні қосқанда 3 болады. Демек 3, 1 және 2. 2 және 1. 3 цифрын жазу үшін торкөз қабырғасының ортасының сәл жоғары жағынан бастап, жоғарғы жарты сопақшаны тордың ортасына дейін саламыз. Содан соң қаламды қағаздан ажыратпай, төменгі сопақшаны жазамыз. Балақай, қазір біздер 3 санның жазылуы және 3 санның құрамымен таныстық. Келесі 3 санның құрамына қатысты мына бір тапсырманы орындайық. 2 қызыл дөңгелек берілген. Оған тағы да бір көк дөңгелек алып келіп қосатын болсақ, барлығы неше дөңгелек пайда болды? 3 дөңгелек. Сонда 2 қосылған 1 тең 3-ке деген өрнек пайда болады. Келесі сол сияқты бір көк дөңгелекке 2 қызыл дөңгелекті келіп қосатын болсақ, барлығы 3 дөңгелек болады. 1 қосылған 2 тең 3-ке. Келесі суретте 3 дөңгелек берілген. Оның біреуін алып тастайтын болсақ, 2 көк дөңгелек қалады. 3 азайтылған 1 тең 2. Келесі 3 қызыл дөңгелек берілген. Егер оның 2 дөңгелегін алып тастайтын болсақ, біреу қалады. 3 азайтылған 2 тең 1-ге. Келесі оқулықта мынадай тапсырма берілген. Сана, қай заттар 3-тен кем? Салыстыр. Бірінші суретте ракетканың саны 3. Ол 3 санымен тең. Екінші суретте баскетболдың тобы берілген. Мұның саны 5. 5 3-тен артық. Келесі доп берілген. Оның саны 1. Ол 3-тен кем. Келесі суретте футбол добы берілген. Оның саны 2. Ол 3-тен кем. 2 допты салыстыратын болсақ, 1 кем 2-ден. Келесі мына тапсырмаға назар аударайық. Бос орынға қандай фигура қажет екенін досыңа түсіндір. Олар қайда орналасқан? Бірінші суретті қарайтын болсақ, көк түсті дөңгелек, сары түсті 3 бұрыш және алқызыл түсті 4 бұрыш берілген. Бұл суретке мән беріп қарайтын болсақ, балалар, бұл берілген фигура алмасып орналасып тұр. Бір қатардан 3 бұрышты да дөңгелекте 4 бұрышты да көруге болады. Енді сұрақ белгісінің орнына қандай фигура жетіспей тұр? Ол қатарда 4 бұрыш бар, дөңгелек бар, енді жетіспей тұрғаны сары түсті 3 бұрыш. Келесі тапсырманы қарайтын болсақ, бұл жерде сәл күрделірек берген. Бұл жерде көк жалауша, жасыл және сары жалауша бар. Бірінші қатарды қарайтын болсақ, бұл жерде көк, сары жалаушалар бар, енді жетіспейтіні жасыл жалауша. Екінші қатарды қарайтын болсақ, жасыл бар, көк бар, енді сары түсті жалауша жетіспейді. Үшінші сары жасыл түсті жалауша бар, ендігі жетіспейтіні көк жалауша.
Осылайша біздер барлық жалаушаларды орналастырып шықтық. Саған бұл тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.